Ассаламу алейкум. Бүгін медовый торттың ең оңай және оригинал рецептімен бөлсем. Соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқамыз бен шекерімізді көпіртіп араластырып аламыз. Және де бұл торт миксерді қажет етпейді. Венчикпенен араластырамыз. Және сары майымызды жұмсақ бөлме температурасындағы сары майды қосып, тағы да араластырамыз. Содан соң балымызды қосамыз. Егер таразы жоқ болса, осылай 8 қасықтан қосамыз. Ұнымызды қосып, үстіне 5 грамм разлихитер және сода қосамыз. Толық рецептісі описанияда қалдырдым. Ұнды өзінің граммнан артық қоспаңыздар. Егер қамырларыңыз жұмсақ, қолыңызға жабысқақ болып жатса, егер сіздер оны дұрыс істеп жатсыздар, сосын ол жұмсақ қамырымызды холодильникке салып қатырып аламыз. Сонда қолға жабыспайтын болады. Артық ұн қоспаңыздар. Пергаменттерімізге өзімізге керек форманы сызып аламыз. Мен бенто торт жасайтын болған соң кішкентай формадан сыздым. Сіздер бұны үлкен қылып та жасасаңыздар болады. Және холодильниктен шыққан қамырымызды өлшеп, тең етіп бөліп аламыз. Осылай жұқа етіп жаямыз. Сыртынан сәл шығарып, форманың сыртынан сәл шығарып жаямыз. Өйткені жан-жағының бетіне себетін боламыз. Пешке салып 5 минутта пісіріп аламыз. 180 градуста өте тез піседі. Қарап отырыңыздар. Сосын торттарымызды видеодағыдай жинап аламыз. Арасына қалаған кремдеріңізді жақсаңыздар болады. Біздің жаңаға артық қалдырған тесталарымызды осылай үгітіп, жан-жағына себетін боламыз. Тортымыз дайын болды. Кез келген немен витпен ұстана берсеңіз де болады. Бетіне әртүрлі әсемдесеңіздер де болады. Мен бұны шоколадтармен әсемдедім. Және осындай әдемі тортымыз дайын болды. Мен бұл Рамазан боксқа финикке шоколады және осындай дұғалар мен Рамазан кестесі және тәсбих қосылды. Сіздер де істеп сатсаңыздар болады.